Бизнес әріптестер, құрметті отандастар, күнделікті Platin World площадкасының беріп жатырған бонустарын мақтану сериясын ары қарай жалғастырамыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, маған уже $54 жаңағы 54 евро бонус түсіп мына жақта PLCU-дан бонус түсіп Осы бонустарды, мысалы, мен жұмыс жасап жатырған жоқ, менің командам жұмыс жасау арқылы маған бонустар түсіп жатыр. Қазіргі таңда команда енді жай жұмыс жасағанның өзінде, адам жай асықпай кіріп жатырғанның өзінде, асықпай ферма алынып жатырғанның өзінде осындай бонустар түсіп жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл енді өте жай болған нәтиженің айғағы. Соның өзінде бонустар түсіп жатыр. Бұны мен сіздерге не айтқым келіп тұр? Уақыттарыңызды күдікпен ойланып, өткізіп алмай, тікелей әрекетке кіру арқылы, әрекет жасау арқылы Platin World-тың мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар деп айтқым келеді. Енді ары қарай бұл бонустарды шығаруға әрекет жасайын деп жатырмын. Дәл қазір менің мақсатым күнделікті өзіме фермаға смарт-контракт салу ғой. Значит, мен өзімнің фермама барамын. Мен күнделікті өздеріңізге көрсетіп отырмын. Бұл сіздерге не болсын депші, өздеріңіз сияқты қарапайым қазақтың азаматы өздеріңіздің көз алдарыңызда өзіне смарт-контракт ашып, өзінің ақшасын еселеп жатыр деген айтқым келеді да. Сіздер әлі ойланып, ол лохотрон ғой, ол пирамида ғой, ол ақша құрып кетеді ғой, ол интернеттің ақшасы өтірік ақша ғой деп ойланып отырғанда біреулер байып жатыр ғой. Сіздер қалай ойланып отырсыздар, мен түсінбеймін да. Ойланып отырғандар баймайсыздар ма, әрекет жасамайсыздар ма? Міне мысалы, менің мына жердегі мынау монетам бар ғой, замороженный монетам. Дәл қазіргі таңда осынша монета тұр. Маған ол бір жылдан кейін осынша монета болып келеді. 3.48-96. Маған әлі мынанша монета сияды. 1.91-42. Ал енді осы 1.91-42 монетаны салатын болса, мына жақтағы монетам одан көп болады. Менің мақсатым тура осы фермадағы түсіп жатырған табысты жинақтау, ешқайда шығармау, жинақтау. Холдер болу, холдер деген, например, сіз монетаның құны қандай төмен болса да, соны сақтасаңыздар, долгосрочный стратегия дейді ғой, ұзақ мерзімді стратегиямен жұмыс жасасаңыздар, ұзақ мерзімді стратегиямен жоспар или болмаса жұмыс жасасаңыздар ғана сіздердің табыстарыңыз көбейеді. Енді дәл қазір мен былай істеп қояйық. Дәл қазір мен фермамның адресін аламын. Айтпақшы, ферманың адресін алып жатырған кезде сіздерге Макслоудты түсіндіріп жатырмын. Макслоуд фермаларыңызда доступный Макслоуд бар болса, значит, сіз осынша монета саласыз дегенді білдіреді. Мен негізі әр видеода айтып отырам, бірақ түсінбей жатырған партнерлер бар екен. Мысалы, сіздің кошелегіңізде жаңағы ақша тұрған болса, жаңағы адресті кошелектің выводына қоясыз. Мен дәл қазір өзімнің мына жақтағы Құдай бере саған Platin World бар ғой менің, маған күніге табыс беріп жатырған. Осы Platin World-қа апарып қойып, осы жақтағы табысымды шығарып алайын деп отырмын. Көрдіңіздер ме? Осылай күнделікті әйтеуір бұйырғанын шығарып жатырмын. Сөйтемін да смарт-контрактіге қойып жатырмын. Ол смарт-контракт деген маған әр айда табыс әкелеп береді дегенді білдіреді. Мына жақта кодты қойып қоямын. 506-646-ны. 506-646-ны жазып қоямын. Сөйтемін да өзімнің ақшамды шығарып аламын. Сөйтіп ана жаққа барып смарт-контрактты ашып аламын. Себебі менде арзымаған ақша сразу түсіп қалу керек. Кейбірде сразу түсіп қалады, кейбірде кешігіп түседі негізі. Болшы. Қазір ашып көрейік. Дұрыс емес жазып қойдым. Осылай табысымызды еселеп жатырған жайымыз бар. Құрметті бизнес әріптестер, мына түспей қалды пока.
доступный балансқа пока түспепті. Кеш түседі екен бұл. Кейбірде тез түседі, кейбірде кеш түседі ғой. Осылай өзімнің смарт контрактымды, міне смарт контракттың ертерек ашқандағы тиімдісі әр 3 күн сайын өздеріңіз көріп отырсыздар. 22-сі, 24-ті, 25-сі, 27-сі, 28 мен 31 аралығында, міне 1 августке дейін, одан ары қарай да солай болады. Әр 3 күн сайын 3-5%-ке төмендеп жатыр смарт контракт. Ол деген сөз, мысалы сіз 22 мен 24 аралығында ашсаңыз, жылына 587%. Егер 25 мен 27 аралығында ашсаңыз, жылына 583.5% деген сияқты. Осылай сізге монетада табыс түсіп отырады. Міне бұйырса, егер қазір түсіп қалса, сіздерге түсіндірем дегенше, мен өзімнің кезекті смарт контрактымды ашуға әрекет жасаймын. Міне, пожалуйста, түсіп қалды. Міне, сіздердің көз алдарыңызда мен өзімнің кезекті, керекті смарт контрактымды ашайын деп жатырмын. Міндетті түрде получить профит дегенді басамын. Получить профит. Я согласен с конфиденциальностью, подтверждаю деймін да. Өзімнің кезекті смарт контрактымды ашып тастадым. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Міне, менің дәл қазіргі 22-ші смарт контрактым. 22 смарт контракт бар. Бұйырса 30-ға жеткізем. Оны мен де тоқтамайым деп қойсам. Осылай өз табысымды еселеп жатырмын. Осылай өз табысыңызды еселегіңіз келсе, ешкімді шақырмай, өз ақшаңызды өзіңізге табыс алып келгенін қаласаңыз, монетаңызды 1 жылға заморозкеге қойып, міне 21 июль 1 жылға заморозкеге қойып, 1 жылдың ішінде осыншаға еселеп алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Әр айда шығарып отырасыздар. Міне 21 август, 20 сентябрь, 21 октябрь, осылай ала беремін. 12 ай қатарынан. Сосын 1 жылдан кейін тело депозита возвращается дейді. Осылай табысымызды еселеп жатырмыз. Егер сіз де еселегіңіз келсе, бізбен бірге біздің командаға қосылуға әрекет жасаңыздар.